Сәлем, озат оқушым. Бүгін бізде 84-ші сабақ. Уақыт, сағат, минут. Бір сағатта қанша минут бар екенін білетін боламыз. Мына ережені есте сақтап алайық. Циферблатқа қара дейді. Мында сағат көрсетілген, циферблат. Минутты ондықтармен сана дейді. Және сағаттың моделін пайдалан. Бір сағатта 60 минут бар дейді. Мұнда минуттың тілі қызыл бағытпен көрсетілген, қызыл тілмен. Ал сағаттікі көкпен көрсетілген. Соны есте сақтап алайық. Енді бірінші есепке назар аударайық. Неше минут өтті дейді. Жаңағындай циферблат, яғни сағат көрсетіліп тұр, мұнда. Көк тілі сағатты көрсетіп тұр, қызыл тілі болса минутты көрсетеді екен. Енді осыған қарап, сағат неше болды және неше минут өтті, соны анықтап алайық. Бірінші сағатта сағат 1 деп тұр, көк тілі 1-ге келіп тұр. Ал минут 2-де тұр. 2-де тұрса, ол 10 минут дегенді білдіреді. Яғни, егерде минут тілі 1-де тұрса, 5, 2-ге келсе 10, 3-ге келсе 15, 4-ге келсе 20, 25, 30 деп солай кете береді. Ал біз 10 минуттан қосайық, 12-де тұрса тура болады, 2-ге келсе 10 минут, 4-ге келсе 20 минут, 6-ға келсе 30 минут, солай кете береді екен. Яғни бірінші сағатта 1-ден 10 минут кетті деп тұр. Ал екінші сағатта сағат тілдері 1-ден 20 минут кетті деп тұр, сонда сол уақыт аралығында неше минут өткен екен? 1-ден 10 және 1-ден 20 кетті деп тұр. Яғни 10 минут өткен екен, Бірінші сағатта 10 кетті десе, екінші сағатта 1-ден 20 кетті деп тұр. Осы екі аралықта 10 минут өткенін анықтап біліп алдық. Келесі бізде екінші есеп. Математика күнделікті өмірде дейді. Сағаттарға қарап, уақытты айт. Қолдан жасалған сағат моделінің минут тілін айналдыр. Уақытты сағат және минутпен ата дейді. Мұнда 4 сағат көрсетілген. Осы сағаттардағы уақытты атап көрейік, сағатты және минутты айтып. Бірінші сағатта 2-ден 10 минут кеткен екен, өйткені қызыл тілі 2-де тұр, сағат тілі де 2-де тұр. Қызыл тіл минутты көрсетеді, көк тілі болса сағатты көрсетеді екен, озат оқушы. 2-ден 10 минут кетті. Екінші сағатта 3-ден 30 минут кетті. Не болмаса, біз оны 3,5 болды деп айтсақ та болады екен. Үшінші сағатта 2-ден 50 минут кетті деп айталамыз. Не болмаса, 3-ке 10 минут қалды деп айтамыз, өйткені 3-ке жақын қалған екен. Төртінші сағатта 4-ден 20 минут кетті дейміз, өйткені сағат тілі 4-ден асып тұр, ал минут тілі қызыл тіл, ол 20-да тұр, яғни 4 дегенде ол 20 деп есептеледі екен. 4-ден 20 минут кетті деп айтамыз, осылай сағат тілдеріне қарап. Келесі бізде үшінші есеп. Есептердің қысқаша жазылуы мен сұлбасын тап, оларды шығар дейді. А нұсқасы: Әлия 6 қазақ халық ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды дейді. Енді осы А нұсқасына қай сұлба сәйкес келеді, соны анықтап алайық, Ең астында 2 сұлба көрсетілген. Ол жерде артық деген жазу бар сұлбаны біз бірінші нұсқаға қоя салсақ болады екен, Яғни қысқаша жазылуын былай жазамыз. Қазақ ертегісі 6, орыс ертегісін 4 оқыды. Енді осы жерде қазақ ертегісін орыс ертегісіне қарағанда неше артық оқыды? Оны табу үшін үлкен саннан кіші санды азайта саламыз, Сонда 2-ге артық оқыған екен, 6-дан 4-ті азайтамыз. Қазақ ертегісін орыс ертегісіне қарағанда 2-ге артық оқыды. Ә нұсқасы: Сырым 10 халық ертегісін оқыды, оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Бұған бірінші сұлба сәйкес келіп тұр, Бұл жерге қысқаша былай жазамыз жазылуын. Қазақ ертегісі белгісіз. Орыс ертегісінен 4 оқыды, бірақ барлығы 10 ертегі оқып шықты, Енді осы 10 ертегінің ішінде 4-еуі орыс ертегісі. Неше қазақ ертегісін оқыды, соны тауып аламыз. Ол үшін 10-нан 4-ті азайтады екенбіз.
Сол кезде қазақ ертегісінің саны 6 болып шығады екен, иә жауабы. Мінекей озат оқушым, біз үшінші есептің де қысқаша жазылуымен тауып сұлбасын есептеп шығарып алдық. Келесі бізде төртінші есеп. Сен зерттеушісің дейді. Сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдар құрастыр. Мұнда бірнеше сандар көрсетілген, иә? Солардың ішінде сандарды таңдап, олардың барлығын қосқанда мәні 9 болу керек екен. Соған мысал құрастырып көрейік. Мысалға, 2 санды қосқанда 9 болатын, бірінші тұрған сурет бойынша. Яғни 3-ке 6-ны қоссақ 9 болады екен, иә? Немесе 8-ге 1-ді қосқанда 9 болады екен. Болмаса 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады екен, иә? Осындай бірнеше мысалдың ішінен өзіңде таңдап, есептеп көрсең болады. Келесі жағындағы 3 санды қосқанда 9 болу керек. 2-ге 3-ті қосамыз, 5 болды, оған 4-ті қоссақ 9 болады екен, иә? Не болмаса 6-ға 2-ні қосамыз, 8 болды, оған 1-ді қоссақ 9 шығады екен. Мінекей осылай бірнеше мысалдарды құрастырып көрсек болады екен, мына берілген сандар бойынша. Мәні 9-ға тең болу керек екен. Мінекей озат оқушым, берілген сандар бойынша мәні 9-ға тең болатын мысалдарды құрастырып жазып алдық. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кете ғой. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.